Ал құрметті қазақ елі, мынау Қытайдан алған келіндеріңізден бүткіл Қазақстанға бір сәлем. Барлықтарыңызға. Сонымен бүгін сіздерге айтайын дегенім, тойымыз аман есен өтті. Екі жақтікі де өте жақсы болды. Жалпы қолдап жатқан, бақыт тілеп жатқан жандардың барлығыне рахмет айтамын. Той басталып, той біткенше 2-3 күннен бері мына кейбір адамдар өзі жеп қойды мазаны алып. Бұл өкпемді айтпасам болмайды халыққа. Түсіндірмесем тағы болмайды. Той болып жатса, бір-екі әйел, ойбай, бет ашылған қатынның бетін ашама, не деген сұмдық деп, өздерінен өздері бір ырым шығарып бақты. Менің күйеуім үйленбеген жас жігіт. Қыздай қылып алам деді ма? Алды. Мен де ел алдында оған қыздай болып, керемет болып тием дедім ба? Тидім. Мен үйленбеген жас жігітке тұрмысқа шыққан себептен ода сондай бір бақытты сезіну керек. Оған сезіндір алатынға менің шамам келді. Сондықтан осындай керемет қып той жасадық. Ал қазақтың салт дәстүрін біз жақсы білеміз. Қытайда өскен қазақтар өте керемет біледі, не істеу керек екен. Бір той жасап ажырасқан әйел сонда кінәлі ма? Заңға қайшы ма? Ол кінәкар ма? Ол сондай төмен өмір сүру керек пе сонда? Өзің әйел адам болып тұрып, әйел адамдар төмен түсіру деген ол не деген сұмдық? Әйелдер ана 2-3 әйел. Өздерің ажырасқан қатынсыңдар ғой. Ал тиейін десеңдер ешкім алмағаннан кейін отырсыңдар. Қайта біз мына әйелдерге поддержка беріп жатырмын мен. Бір үйленген әйел қайтадан бетін тік көтеріп жүре алмайды деген сөз жоқ бұл өмірде. Ешқандай әйел адам ажырасқысы келмейді, үйін бұзғысы келмейді. Бірақ пешенеңе не жазылса, соны көресің. Бұл жалпы халыққа айтқан емес, сол 2-3 қатынға айтқан. Ажырасқан болсам, жерде қалған біреу емеспін. Ерсайда өстіп бір қызын сүйреп ажырасса да керемет болып жұмысын жасап, тағы қыздай болып тойын жасады. Әйелдер де ер адамдармен тең әзіргі заманда. Әуелі әйел адамды, қыз баланы қадірлейді ер адамдар. Бұл өте іштарлық. Мен сендерге айтайын. Ол іштарлықтарың маған істемейді екен бірақ мен оны айту керекпін халыққа. Түсіндіру керекпін. Не үшін менің бетім қайтадан ашылды? Себебі мен той жасамаған жас баламен үйлендім. Мен тиейін деп тимедім, тауайын деп бір жерден іздеп тауып алмадым. Солай кезіктік, солай таныстық, солай махаббат болды, солай үйлендік.